Қайырлы күн. Бүгін мен Atmega 32 микроконтроллерінде сыртқы үзілістерді external interrupts қалай баптау керек екенін нөлден бастап көрсетемін. Ең алдымен Proteus бағдарламасында схеманы жинаймын. Мұнда Atmega 32 микроконтроллерін ортаға орналастырамын. Енді бізге батырма қажет. Оны PD2 пиніне қосамын. Себебі бұл пин инто үзіліс арнасы болып табылады. Батырманың бір жағын жерге тұйықтаймын. Және жарық диоды мен резисторды қосып сымдармен жалғайсың. Енді нәтижені көру үшін жарық диодын LED аламын. Оны PS7 портына қосамыз. Тізбекке міндетті түрде 750 Ом резистор қосамын және жарық диодының анодын VCC керек, яғни қорек көзіне жалғаймын. Осымен аппараттық схемамыз дайын болады. Енді бағдарламалық қамтамасыз ету бөліміне толығырақ тоқталайық. Мен бұл кодты Atmega 32 микроконтроллерінің регистрлерін тікелей басқару арқылы жаздым. Препроцессорлық директивалар мен кітапханалар. Ең алдымен осы жолын көріп тұрсыздар. Бұл микроконтроллердің тақтылық жиілігін 8 МГц деп анықтайды. Бұл өте маңызды. Себебі кідіріс функциялары delay емес, осы санға сүйеніп есептеледі. Және AVR бұл стандартты кітапхана, ол бізге DDR порт сияқты регистрлердің аттарын қолдануға мүмкіндік береді. Және AVR interrupt бүгінгі жұмыстың жүрегі. Бұл кітапханасыз біз үзілістерді interrupts басқара алмаймыз. Үзілісті және екіншісі үзілісті өңдеу функциясы. Мұндағы ISR into vect бұл қарапайым функция емес, бұл үзілісті өңдеу операторы. Және into vect бұл үзіліс векторы, ол микроконтроллерге егер 16 пинге PD2 сигнал келсе, дереу осы жерге секір деген бұйрық береді. Ішіндегі delay MS50 бұл бағдарламалық debouncing. Батырманы басқанда контактілер миллисекунд ішінде бірнеше рет қосылып өшеді, дірілдейді. Яғни осы кідіріс арқылы біз қате сигналдарды елемейміз. Және ports мұнда XOR болдырмаушы немесе амалы қолданылған. Егер жарық диоды жанып тұрса өшіреді, өшіп тұрса жағады. Бұл триггер эффектісін береді. Және while бұл жол өте маңызды. Ол батырманы жібергенше кодты осы жерде ұстап тұрады және егер бұл болмаса, батырманы ұзақ басып тұрғанда жарық диоды өте жылдам шапалақтап кетер еді. Және үшіншісі инициализация main функциясы. Main ішінде біз микроконтроллердің main баптаймыз. Порттарды баптау, яғни DDRC арқылы жарық диодын шығысқа
ал DDR-де PD2 арқылы батырманы кіріске қойдым. Pull-up резисторы порт жолы арқылы ішке тарту резисторын іске қостым. Бұл сыртқы резистор қолданбауға мүмкіндік береді және пинде әрқашан тұрақты жоғары деңгейді ұстайды. Және General Interrupt Control Register. Мұнда into битін бірге теңестіру арқылы нақты осы сыртқы үзіліс арнасын белсендірдім. Және MSU Control Register. Бұл жерде мен үзілістерін анықтадым. ASK01 және ASK00 биттерін нөлге теңестіру арқылы low level төменгі деңгей режимін таңдадым. Яғни батырма басылып, пинде 0 пайда болғанда үзіліс іске қосылады. Және say командасы бұл Global Interrupt Enable. Егер бұл команда болмаса, жоғарыдағы баптаулардың ешқайсысы жұмыс істемейді. Ол микроконтроллердің үзілістерді қабылдау жүйесін толық қосады. Және төртінші қорытындыны айтатын болсақ, соңында while бір циклі бос тұр. Бұл бағдарламаның тиімділігін көрсетеді және процессор ешқандай артық жұмыс істемейді. Ол тек күту режимінде болады. Тек сыртқы оқиға батырманы басу болғанда ғана ол оянып өз тапсырмасын орындайды. Және енді жазылған кодты, яғни hex файлын микроконтроллерге жүктеймін, симуляцияны іске қосамын. Қазір процессор күту режимінде тұр. Енді батырманы басып көрейік. Міне көргендеріңіздей батырманы басқан сәтте микроконтроллер негізгі жұмыс тоқтатып, жарық диодын жақты. Батырманы қайта бассам өшеді. Демек сыртқы үзіліс механизмі дұрыс жұмыс істеп тұр. Назарларыңызға рахмет.